тәуелсіздік жылдарында халықаралық аренада танылып, өркендеген дамушы елге айналды. Мықты мемлекеттің қалыптасуындағы маңызды факторлардың бірі жас елдің алғашқы қадамдары мен көшбасшысы. жыл 2 қазан Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде жариялануына 2 ай қалды. Бұл күні ғарышқа Тоқтар Әубәкіров ұшты. Ол Мир орбиталық кешенінің бортында 7 күн 22 сағат 13 минут болды. Осылайша тұңғыш рет қазақ баласы ғарышты игерді. Әлем космонавтикасына өз үлесін қосты. 1991 жыл ел тәуелсіздігін алды. Дәл осы жылы 1 желтоқсанда Қазақстан тұңғыш президентін сайлады. Халыққа дана көшбасшы керек еді. Ол елді посткеңестік кезеңдегі қиындықтан шығарады. Нұрсұлтан Назарбаев 49 жасында ұлт көшбасшысы болды. Жас әрі егемен елдің ертеңі үшін жауапкершілік алды. 1991 жыл 16 желтоқсан президент сайланғаннан кейін ел өзін тәуелсіз мемлекет деп жариялады. Қазақстанның тәуелсіздігін мойындаған алғашқы мемлекет Түркия болды. Содан бері екі ел арасында жан-жақты бауырластық қарым-қатынас белсенді дами бастады. 1994 жыл Қазақстан алғаш рет тәуелсіз мемлекет ретінде Норвегияда өткен қысқы Олимпиада ойындарына қатысты. Онда ол өзін және спортшыларын көрсетуге мүмкіндік алды. Сол жылы Норвегияда Владимир Смирнов тәуелсіз Қазақстанның алғашқы Олимпиада чемпионы атанды. Оны әлем 20 ғасырдың екінші жартысындағы ең мықты шаңғышылардың бір ретінде таныды. Жас елдің алдында әлі көп деген істер мен асулар тұр. Көшбасшылардың жолы әлі де аяқталған жоқ. Мүмкін ендігі көшбасшы сен боларсың.